Сіз қантты тастасаңыз, денеңізбен не болатынын білесіз бе? 30 күн қантсыз өмір ағзаны толық қайта жүктейді. Көріп шығыңыз. Мүмкін дәл қазір бұл видео сізге керек. Мен сізге бір шындықты айтқым келеді. Ол глюкоза детокс жайлы. Ол дегеніміз не? Бұл нені білдіреді? 1,5 айға барлық тәттіні толық алып тастаймыз. Қанттар қосылған барлық тағамдарды, жасырын қанттардың барлығын. Ал енді басты сұрақ, егер 30 күн қанттан бас тартсақ, ағзада не өзгереді? Қантты көп жеу неге әкеледі? Бірінші, қандағы глюкоза көтеріледі. Қанда глюкоза көтерілсе, инсулин секіреді. Инсулин глюкозаны сөндіретін гормон. Бірақ инсулин көп болса, глюкоза күрт төмендейді. Ми маған қант керек деген сигнал береді. Солайша тәтті жейміз, қайтадан қант керек болады. Тәуелділік пайда болады. Екінші, ішкі ағзалардың майлануы. Қантты көп жеу ішкі ағзаларды майландырады, денедегі май пайызын арттырады. Бұл кезде қайтымсыз процеске әкеледі. Үшінші, бауырдың майлануы. Бауыр семіреді, бауыр қызметі бұзылады, холестерин көтеріледі. Төртінші, терінің бұзылуы. Қант шырыш түзуші өнім. Ағзада шырыш көбейеді, тазалау органдары үлгермейді. Токсиндер тері арқылы шыға бастайды. Нәтижесінде безеу, күңгірт тері, ерте қартаю болады. Бесінші, жүйке жүйесінің бұзылуы. Глюкозаның секіруі, ашуланшақтық, күйзеліс, мазасыздық тудырады. Алтыншы, қант диабетіне апарады. Ұзақ уақыт бақылаусыз кетсе, қант диабетінің қаупі өте жоғары. Қай өнімдерден бас тарту керек? Таза қанттан, қант қосылған тағамдардан. Осылар ең қауіптісі. Көп өнімде жасырын қант бар, сондықтан әрқашан құрамын оқыңыз. Ең айқын мысалдар, сироптар. Бұл жемістерден жасалмайды, олар қанттан жасалады. Тосап, варенье, кейбір бал түрлері, құрамын тексеріңіз. Кейбір балдарға қант қосады. Барлық пісірілетін тәтті өнімдер, гликемиялық индексі жоғары тағамдар. Қашан жеуге болады? Егер бірден толық бас тарту қиын болса, көмірсуларды түскі 1-ге дейін ғана жеңіз. Тибет медицинасы бойынша таңғы ас кезінде жеген тағам күн ішінде толық жанып кетеді. Аш қарынға тәтті жеуге мүлдем болмайды. Негізгі тамақтан бұрын тәтті болмайды. Қантты немен алмастыруға болады? Төмен гликемиялық индексі бар жемістер, табиғи өңделмеген тағамдармен алмастыруға болады. Есіңізде болсын, глюкоза бұлшық еттерден сөнеді. Егер сіз аз қимылдасаңыз, онда глюкоза бұлшық етке емес, майға кетеді. 30 күн қантсыз не өзгереді? Зат алмасу қалыпқа келеді, салмақ азаяды, энергия артады. Қант азайғанда ағза ақуызға, пайдалы майларға көшеді. Олар глюкозадан да көп энергия береді. Дәм сезу өзгереді. Қарапайым тағамдардың дәмі ашылады. Ми жақсы жұмыс істей бастайды. Шындық ми маймен қоректенеді. Май ми үшін ең сапалы отын. Ішкі ағзалар қалпына келеді. Бауыр, бүйрек, ішкі ағзалар. Май азайып, ағзалар босайды. Функциясы жақсарады. Іш кішірейеді. Шырыш шығып, дене көлемі азаяды. Жүрекке жеңілдейді, қан айналым жақсарады. Тері, шаш, тырнақ жақсарады. Әсіресе қыз-келіншектер үшін маңызды. Ұйқы, иммунитет жүйесі. Ұйқы сапасы артады. Иммунитет күшейеді. Сабырлы, жинақы боласыз. Созылмалы шаршау жоғалады. Сондықтан сізді кемінде 30 күн қантсыз өмірді байқап көруге шақырамын. Денсаулығыңыз өз қолыңызда. Егер сізге видео пайдалы болса, лайк басыңыз, арнаға жазылыңыз. Пікірге 30 күн қантсыз деп жазыңыз. Сау болыңыз, аман болыңыз.